Сандық групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тамақтандыру және индустрия сервис колледжімен ынтымақтастық меморандумына қол қойылды. Ең алдымен біз студенттерді практика барысында өзінің мамандығына бейімделу мақсатында үйрететін болады. Және ол болашақ студенттерге өте пайдалы. Сонымен қатар колледждік өмірлік мастер-класстар өткізу және студенттермен кездесулер өткізу біздің жұмыс беруші ретінде имиджімізді нығайтады. Колледжбен ынтымақтастық бұл саланың болашағына қосқан үлкен дамуына қосқан үлесі болып саналады. Компания «Ладушки» более 20 лет является социальным партнером колледжа индустрии питания и сервиса. На сегодняшний день мы могу отметить, что наше сотрудничество достаточно продуктивное и двусторонне выгодное. Ежегодно студенты колледжа приходят к нам на практику. Это очень хорошая кадровая база для пополнения нашего кадрового резерва. Наши мастера, начальники смен активно обучают, ставят на определенные участки, меняют и практически подкрепляют знания, полученные в колледже за партой. Дети, не скажу, что многие, но все-таки проявляют интерес. И люди, которые хотят освоить профессию кондитера-повара, они активно включаются и даже становятся мини-сотрудниками с небольшой оплатой. Это достаточно хорошо мотивирует студентов. И хочу отметить, что пополнение нашего кадрового резерва в основном за счет колледжа указанного. Спасибо большое за взаимное выгодное сотрудничество. Сандық групп кәсіпорында өндірістік тәжірибеден өтіп көп нәрсені үйрендім. Бұл тәжірибе маған нағыз жұмыс барысында қалай жұмыс жасау керектігін үйретті. Жұмыс барысында тамақ дайындау технологиясын, санитарлық талаптарды ұжыммен бірлесіп жұмыс істеуді үйрендім. Бос уақытты дұрыс пайдалануды және жауапкершілікті сезінуді меңгердім. Ең бастысы өз мамандығымның маңыздылығын терең түсіндім. Шынайы ортамен жұмыс жасау мені шыңдады, сенімділігімді арттырды. Осы тәжірибе арқылы болашақта қай бағытта дами алатынымды анық білдім. Осындай мүмкіндік берген колледжге және тәжірибе базасына үлкен рахмет. Я Поляков Артур, студент 25-й группы. Проходил практику в предприятии «Ладушки». Эта практика научила меня быть ответственным в своей работе, соблюдать дисциплину труда и работать в команде. Принимал участие в подготовке сырья, оформлении блюд и подачи. Особое внимание уделялось технологическим картам и технике безопасности. Этот опыт укрепил мое желание работать в выбранной профессии. Колледжерді қамқоршылыққа алу, шефтік көмек көрсету. Бұл мемлекеттік немесе жекеменшілік кәсіпорындардың, ұйымдардың немесе ірі компаниялардың колледждерге материалдық, әдістемелік және тәжірибелік қолдау көрсетуі. Мұндай тәжірибе Қазақстанда кеңінен қолданып келеді. Тамақтандыру индустриясы және сервис колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестермен, атап айтсақ Ладушки, Рахат Шымкент, Сандық групп сияқты үш әлеуметтік серіктестермен қамқоршылыққа алу туралы меморандумға қол қойған. Бұл бастамамен бірнеше оң нәтижелерге жетеміз деп отырмыз. Ол қамқоршы мекемелер колледждерге жаңа құрал-жабдықтар, техника, жабдықталған зертханалар және оқу өндірістік шеберханаларымен қамтамасыз ету. Екінші, заманауи технологиялармен жабдықтау арқылы білім беру сапасын артып, студенттер заманауи өндірістік ортада білім алу. Келесісі, студенттер қамқоршы кәсіпорындарда өндірістік тәжірибелерін өту. Келесісі, колледждер мен бизнес арасындағы тығыз байланыс, дуалды оқыту жүйесін дамуға ықпал ету. Бұл кәсіптік білім беру жүйесінің икемділігін арттыру. Қамқоршылық жүйесі колледждерде тек білім беру орны ретінде емес, сонымен қатар нақты экономиканың сұранысына бейімделген кәсіби мамандар даярлайтын орталыққа айналдыруға мүмкіндік береді. Бұл еңбек нарығы мен білім беру жүйесінің тиімді әріптестігі.